Ертеде Аружан атты кішкентай қыз өмір сүріпті. Оның Әли атты кіші інісі бар еді. Аружан анасы туған күніне сыйлаған жарқыраған, түрлі түсті доппен ойнағанды қатты ұнататын. Доп секірген сайын ол кемпір қосақтың түрлі түстерімен жарқырап Аружанға өте ұнайтын. Бір күні таңертең Аружан кілемге отырып доппен ойнай бастады. Ол допты жоғары лақтырып ұстап алып, оның әдемі жарық шашқанына қуанып тұрды. Кенеттен оның жанына қолында плюш ойыншығы бар Әли келді. «Аружан, мен сенің доппен ойнай аламын ба?» деп сұрады ол тыныш үнмен, әпкесіне үлкен көздерімен қарап. Аружан ойланып қалды. Ол өзінің добын қатты жақсы көретін, оны ешкімге бергісі келмейтін. Бірақ содан кейін ол Әли ұйықтап жатқанда жалғыз ойнау қаншалықты көңілсіз екенін есіне түсірді. «Бәлкім бірге ойнап көрсек қалай болар екен?» деп ойлады Аружан. «Әрине, Әли», деді ол күлімсіреп. «Кел, бірге ойнайық». Әли қуана жүгіріп келді, екеуі доппен ойнай бастады. Алдымен Аружан Әлиге допты әдемі секіру үшін қалай дұрыс лақтыру керектігін үйретті. Содан кейін олар допты жерге құлатпай ұстап ойнайтын ойын бастады. Екеуі күліп көңіл көтеріп жатты, ал доп олардың бірге ойнағанын көргендей одан да жарқырап, әдемі болып көрінді. Аружан бірге ойнағанда ойынның әлдеқайда қызықты болатынын байқады. Әли де бақытты болып әр жаңа ойынға қуанды. Анасы бөлмеге қарап, Аружан мен Әлидің көңілді ойнап жатқанын көріп, күлімсіреп былай деді. «Сендердің ойыншықтарыңмен бөлісіп, бірге ойнап жатқандарың қандай керемет. Бұл сендерді қуантады және бір-біріне жақындатады». Аружан Әлиге қарап анасының дұрыс айтқанын түсінді. Бірге ойнау екеуінде бақытты етті. Енді Аружан допты қолына алған сайын Әлиді бірге ойнауға шақыратын болды. Осылайша Аружан қуаныш тек сүйікті ойыншығы болғандықтан ғана емес, сонымен бірге оны басқалармен бөлісіп бірге ойнаудан туындайтынын үйренді.